Күнде нан жесе не болады? Деніміз қуатқа толы, шынайы энергия алатын боламыз. Шипагерді арнасы бүгін сіздермен өте қызықты ақпараттармен бөлісетін болады. Сондықтан да видеоны соңына дейін мұқият қарап, подписаться кнопкасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Нан жеуді тоқтатсаңыз, қандай өзгерістер болады? Сіз салмақ тастай бастайсыз. Қосымша салмақтың жалпы себебі бұл диетадағы көмірсулардың артық болуы. Естеріңізге сала кетейін, көмірсулардың екі түрі бар, жақсы және жаман. Ақ нан көбінесе жаман көмірсулардан тұрады. Сондықтан, егер сіз нан мен ұн өнімдерінен бас тартсаңыз, сіз көмірсулар мен калорияларды тұтынуды азайтып қана қоймай, семіздік қаупін азайтып, артық салмақтың пайда болуына жол бермейсіз. Аздап мазасыздық. Наннан бірінші рет бас тартқанда шаршау, бас айналу және тіпті суықтың кейбір белгілері сезілуі мүмкін. Нан көмірсулардың энергия көзі үшін бізге қажетті негізгі көзі. Наннан бас тартқаннан кейін ағзаға басқа тағамдардан қуат алуды үйрену керек. Энергияның жетіспеушілігінен сіз өзіңізді әлсіз және нашар сезінуіңіз мүмкін. Алайда бұл сезім ұзаққа созылмайды, шамамен 3-4 күн ғана созылады. Нанды аз жеудің тағы да бір керемет пайдасы безеулер мен қабынулар жоғалады. Біздің теріміздің денсаулығы дұрыс қорыту үшін ішектің жұмысына тікелей байланысты. Мысалы, қантты немесе майлы тағамдар безеулерді, терінің қабынуы және тіпті ерте әжімдерді тудыруы мүмкін. Пісірілген тағамдардан бас тарту арқылы сіз ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту арқылы денеңізге көмектесесіз. Тері таза, тегіс болады, безеулер кетеді. Айтпақшы, егер сіз терінің майлы жылтырымен ауыратын болсаңыз, онда наннан бас тарту сізге керемет көмегін тигізетін болады. Сіз жігерлі боласыз, сіздің бойыңыз қуатқа толады. Сіздің денеңіз көкөністерден, дәнді дақылдардан және басқа тағамдардан энергия алуды үйренгеннен кейін сіз энергияның толқынын сезе бастайсыз. Дұрыс және күрделі көмірсулар дененің жалпы жұмысын жақсартатын пайдалы химиялық заттарды шығаруға көмектеседі. Бұл әсіресе миға қатысты. Сіз есте сақтау қабілетінің жақсарып келе жатқанын байқай аласыз және жұмысқа шоғырлану оңайырақ болады. Қандағы қант деңгейі қалпына келеді. Нандардың барлығында қант құрамындағы қант деңгейін күрт жоғарылататын тазартылған көмірсулар бар. Американдық диабет қауымдастығының мәліметтері бойынша наннан бас тарту бірінші аптада қандағы қант деңгейінің қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал сіз нанды көп жейсіз бе? Төменде комментарий бөлімінде өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Сонымен қатар қандағы холестерин деңгейін қалыпқа ұстап, жүрек аурулары, инсульт, семіздік, екінші типтегі диабеттердің алдын алуға көмектеседі. Ал қара нан асқазан қышқылының төмен адамдар үшін ас әрі шипа. Сонымен бірге ол орталық жүйке жұмысын жақсартады екен. Құрметті көрермендер, осы берілген ақпараттар сіздерге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп және де туыстарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Келесі видео бірінші сізге көрінетін болады. Алдағы уақытта сіздерге көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.